Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жылдам дайын болатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бар болғаны 3 жұмыртқа, 100 грамм шекер және де майонезімізді барлығын жақсылап араластырып, майонез 3-4 қасықтай барлығын бір келке етіп араластырып, және де қобызытқыш пен ұнымызды саламыз. Бұны да бір келке етіп, пейіліктен өткізіп салып, үстіне мейізімізді сала қоямыз. Мейіз салмасаңыздар да болады, және де 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Егер де менің видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Біздің пирогымыз дайын. Осылай решеткада суытып аламыз. Өте жылдам, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Қош сау болыңыздар.